Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданындағы шағын Шолпан ауылының қарбыз қауының атағы аймаққа жайылған. Ешқандай дәру-дәрмек қолданбай, табиғи сөлін сақтап өсірілетін өнімді іздеп жүріп әкететіндер көп екен. Өйткені қауын мен қарбызда адам бойындағы зиян қалдықтарды шығарып, денсаулықты күшейтетін дәрумендер көп. Алайда табан маңдай терісіз ешқандай пайда келмесі айдан анық. 3-4 ай аптап ыстықпен желдің өтінде шаңмен тыныстап жүріп, еңбек еткенде ғана нәтижеге қол жеткізуге болады дейді шаруалар. Барқытбел баурайындағы нағыз еңбек адамдар жайлы тілшіміз Болат Көкенайлы әңгімелейді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Шолпан ауылының тұрғындары негізінен мал шаруашылығымен айналысса да, соңғы жылдары кәсіптің өзге де түрлерін меңгере бастады. Соның бірі қауын қарбыз салу. Бұл сәдуақастар отбасының тағы бір жұмыс күнінің басталуы. Шаруа қожалығында негізінен отағасы Алмас пен жұбайы Айша жұмыс істейді. Биыл 4,5 гектарға қауын қарбыз салыпты. Мамырдан бастап осыған жер жыртып, егіп, сол жаз бойы 3 ай бойы осылай тыным таппай еңбек етеміз. Содан кейін осы айда мысалы тамыз айында соның жемісін көреміз. Былтыр мысалы бұршақ ұрып кетті. Оған да бәріне де төзу керек қой, қиындықтың да бәрін жеңе білу керек. Оларға бұршақ ұрып деп келесі жылы шықпай қою деген жоқ. Жыл сайын үлкендерден ақыл кеңес сұрап, кітаптар оқып, іздену арқылы тәжірибе жинақтап сыла бастадық. Биылғы өнім жаман емес. 65 тонна қарбыз, 15 тонна қауын жинадық. Шүкіршілік дейді шаруалар. Алмастың мамандығы автомеханик, Айша заңгер. Алайда ауылда әмбебап болған дұрыс. Шаруа қожалығында бірнеше қызметті бірге атқара береміз. Басшы да өзіміз, жұмысшы да өзіміз. Жаздың әрбір күні жылға азық дейді олар. Өзіміз егеміз, өзіміз сатамыз, өзіміз экономист, менеджер, соның түгелін рөлін өзіміз атқарамыз. Үйде отбасымызбен жұмыс істейміз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Мына жас балаларымызды ауылда отырғаннан кейін балаларымызды еңбекке баулып жатырмыз. Еңбекпен келген тамақ қалай болатын, ақшаның қалай келетін, нанның қалай болатын, балаларды өздері көріп өссін дейміз. Елбасымыздың пәрменімен ауыл шаруашылығына бөлінетін субсидиялар көлемі ұлғайып, еңбекке ынта күшейіпті. Мәселен, ауыл әкімі Дулат Ибраевтың айтуынша, қазір соңғы жылдары бау-бақшамен айналсам деушілер қатары 2 есеге өскен. Ауылдың тұрмысы жыл өткен сайын түзеліп келеді. Еңбек еткен адамға жақсы тұрмыс құруға барлық жағдай бар дейді әкім. Еңбек еткен адам еді. Қарны тоқ, көңілі тоқ, киімі көк. Алмас болашақта егістік алқабын кеңейтіп, басқа да дәнді дақылдар мен көкөніс түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. Болат Көкенайұлы, Бауыржан Байжанов, Хабар агенттігі, Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданынан.